Ал мінеки алдымызда ерекше машина тұр десек те болады. Яғни бұл машинаны мен избранный өте керемет машина деп бағалаймын. Себебі бұл машинаның қаншақты мықты екенін қазір бәріміз бірге көретін боламыз. Бұл машинаның алдыңғы аукционда барлығыңызға айттым. Бұл машинаның осындай машина 23 миллион вон, 24 миллион вонға сатылған етін сат бағасы. Енді қазір бұл машинаның сат бағасы примерно 32 миллион 500 мың вон. Genesis G70, объемы 2 литр турбо, элит комплектациясы. Яғни алдыңғы машинадан мынаны салыстыратын болсақ, примерно бағасы разница. Енді мынаның машинаның қызыл түсті, бірақ алдыңғы сатылған машина мінекей қараңыздар. Өте керемет. Бұл қызыл болса да сондай яркий, жанып тұрған қызыл. Және алды жағы бұл кішкене жалпақты болып келеді екен. Алдыңғы мордасы дейді ғой. Өте керемет, спортивный. Жағдай өте керемет, жақсы. Шынымен қараңыздар. Өте керемет, 2 литр турбо. Кішкене машина өзіне бекерден бекер қымбат тұрмайды. Охо, қараңыздар. Мына машинаның дизайны жаңадан шыққан Hyundai Grandeur машина ұқсап кеткен. Яғни ашық бежевый түсті. Ал, бісміллә. Бұндай машинаны ішіне кірсек, яғни сүңіп кеткендей боламыз. Яғни сырт жағынан кішкентай болып көрінгенмен де іш жағына отырған кезде барлығына жақсы сеп тұрамыз. Мінекей бұл Hyundai санатта машинасына да келеді. Өте тігістерін бәрі өте керемет. Кнопкалардың барлықтары сыртынан немен боялған, яғни алюминий память сиденьясы бар. Бұл енді сәл кішкене шағындау болса да ағастырып жасалынған екен. Міне датчик слепых зон, контроль полосы, өте керемет. Мультируль, круиз контроль. Опан люк бар екен. Өте керемет. Бұл машина енді сәл абайлап сұмасаңыздар, яғни қара кір-кір болып қалуы мүмкін. Часто жуып отыруларыңыз керек. Мына машинаны мен ойымша қызы бала айдаған сияқты. Яғни мына жақта бір телефон зарядтайтын болу керек. Мінекей телефон зарядтайтын бар. Бұл машинаны қажет бір от алдырып көрейік. Мінекей память сиденье, память руль. Жәніндегі даже арқаны қысып қоятын да бар екен. Сразу арқа жақтың бәрі қысып, өзі ыңғайланып қалды. Керемет. Мінекей. Енді мына жақта екеуі аналогі, бірақ ортада тұрған мониторы кең екен, жақсы. Енді бұл машина мен көбінесе Stinger-ге кішкене қарсыласып түсейін деп жатырмын. Stinger-ге келеді, салонда отырған кезде Audi-ға келеді екен. Өте керемет, скоростқа салатын жер өте керемет, жақсы. Қараңыздар, қайтып орнына келеді. N-ге салам, D-ға салам. Өте керемет. Парковка қойып қойды қал. Шынырық бір спортивный дизайн екен. Дизайны өзіне лайықты, керемет. Мына мониторды мен шынырық бұл кіріп шығатын болса, мүлдем керемет болатын еді. Яғни наклейкасы шешілмеген. Бар болғаны 11.688 км жүрген. Мына жақта сос кнопкасы бар. Мына жақын бар замыш. Өте керемет, жақсы. Бір рет бастың, ал өзі ашып береді әкенсі. Керемет, жақсы. Тігістерін қараңыздар. Қозғалады және алдыға, артқа. Өте керемет, жақсы. Енді арт жағында управлять ететін жоқ. Бірақ бұның арт жақтарында подогрев сиденье бар. Арт жақтарында USB. Керемет, жақсы. Өте. Яғни өзіне лайықты машина. Ал өте керемет. Енді бұл машина неге түсіріп жатыр? Себебі осындай машинаның басқа да түрлері шығып қалуы мүмкін. Яғни басқа да түстері шығып қалуы мүмкін. Яғни Toyota алдыңғы видеода Toyota 70-пен бірдей машина болған еді. Бағасы 23 немесе 25 миллион вонның арасында. Ал енді біз келесі машинаны көрсетейік сіздерге. Stinger машинасын осыған ұқсас.
Ал алдымызда бағанағы Genesis G70-ге ұқсас, яғни Kia Stinger машинасының дизайны келіседі екен кішкене. Мен де өзім мықты машинамын деп тұрған сияқты. Бұл машинаны көрейік. Машинаның яғни биіктігі өте пәс, яғни Kia K7-нен де төмен болып тұр. Және бұл да қызыл түсті, алды жағы кішкене более широкий дейді ғой, яғни кең болып кеткен. Шынымды айтсам, мынанікі наоборот, байынан алды қарай қысылатын болса, мынанікі алды жақтан наоборот ашылып кеткен. Яғни бұлардың фараларының өзінің дизайны өте керемет. Түнде сондай болып керемет қылып жанады. Қызыл түсті. Тура сол бағанағы машинамен ұқсас екен. Ар жақтарда кішкене бұл жалпақ болып кеткен. Бұл машина түнде артқы фарасы өте әдемі көрінеді. Яғни сразу көзге көрініп тұр. Бұл машинаны ешқандай бір тюнингау ететін қажет жоқ. Өзі компания арнайы сіздерге тюнингау етіп қойған. Яғни спортивный машина 4WD екен. Мінекей. Ал керек болса ашылады. Мүмкін басып қойық. Мінекей керемет. Бұлай қарасаң, санаттарының кейінгі шыққанына ұқсап кетеді. Яғни одан кейін Audi A7-ге ұқсап кеткен. Өзінің дизайны өте керемет. Түнде қызыл болып жанған кезде өте машина әдемі болып көзге көрінеді. Яғни ақ түсті болсын, басқа болсын. Мінекей спортивный дизайнде осылайды. Қап, мына жерінде не болған? Мінекей. Бұл машинаның сырты қызыл болғанмен де іші қара. Яғни память сиденьесі бар. Жоқ, қара болсын, кішкене қоңырлау тұр екен. Қоңырлау тараңызда. Бағанағы машина ұқсаған, кішкене өздеріңізде көріп тұрған шығарсыздар. Память сиденьесі бар. Яғни кнопкалар кішкене сырттары неге боялған, яғни алюминий. Мына машинаның мониторы бірақ сәл кішкентай екен. Өзім спортивный дизайнға ұқсап жасалынған. Кнопкасы бәрі жақсы. Енді скоростьқа салатын жері ұқсас болып кеткен екен. Бағанағы машинада көп опция, көп кнопка болатын болса, бұда кішкене кейбір кнопкаларды мына жаққа қарай түсірген екен, яғни орындық салқындатқышы және ысытқышы деген сияқты нәрселерді осы жаққа жасаған. Мінекей подогрев руль. Мод драйв дейді, спорт, кастом. Қандай бар? Екі түрі бар ма? Комфорт, эко режим. Бірақ мына жақта ештеңе ауыспайды деген. Енді бұлардың барлығы мен ойымша 2018, енді 2019-20-дан бастап кішкене дизайнда, яғни машинаның өзі көз өзгермесе де, яғни ішіңгі рестайлинг бөлек опцияларын жасаған шығар. Мана скорость салатын жерде бағанағыдай, яғни ерге салсаң қайтып обратно келеді. Бағанағы машинамен ішінірек ұқсап жасалынған сияқты мен ойымша. Енді спортивный деп жасалынған. Өте керемет. Бұл машинаның бағасы өте азан. Бағанағы машина 32 миллион 500 болатын болса, мына машина 18 миллион 900 мың болды. Яғни 2 есе арзан машина. Өте керемет. Енді Genesis'тің өзінің артықшылығы бар. Енді осындай 2 есе арзан машина, спортивный машина алам дейтін кісілер болса, әрине таңдау сіздерде. Яғни бұл машинадан ешқандай жаманшылық ештеңе жоқ. Яғни мына жақта телефонды зарядтау функциясы жоқ, бірақ кейбір функциялар, яғни жеткілікті сияқты. Контрполосы мына жақта көріп тұрған жоқпын, бірақ touch sleeping zone жалпы бар. Енді мына жақта көрдіңіздер ғой. Бұның комплектациясы полный комплектация, бірақ Genesis'тен қарағанда сәл, яғни опциялары, яғни жаңартылмаған. Ал енді отодырға ештеңе жоқ, барлығы жақсы, керемет.
яғни керек функция бар, керек емес нәрсе бар. Олардың барлығын қалай беретін болсақ, әрине біз арзан машина, қолайлы машинаға жете алмай қалатын боламыз. Мінекей маған Титанкасы родной 18 өте керемет, жақсы. Шынымен маған екеуі де ұнап тұр. Бірақ енді анаған екесі ақша құртқанша осындай арзан жақсы машина алсаңыздар болады. Яғни бұл машина Hyundai Grandeur-дің бағасымен бірдей, немесе Kia Kaceno бағасымен бірдей шығатын спортивный машина.